Саламатсыңдар ма балалар? Менің аты жөнім Тілеулиева Гүлнұр. Балдәурен үйірмесінің бүгінгі жаңа сабағы қазақтың ұлттық тағамдары. Бүгін сендер қазақтың ұлттық тағамдарының түрлері және олардың жасалу жолдары туралы мағлұмат алатын боласыңдар. Балалар, қазақ халқы өте қонақжай. Үйге қонақ келсе, барлық тәтті тағамдарын алдына қойған. Балалар, қазақ дастарханында ет тағамдары, сүт тағамдары, ұн және дәнді дақылдардан жасалған тағамдар кездеседі. Балалар, ет тағамдарына қазы-қарта, жал-жая, қазақша ет, қуырдақ, әсіп және тағы басқа көптеген еттен жасалатын тағамдар түрлері жатады екен. Ал сүт тағамдары, бұған қымыз, шұбат, айран, сүт, яғни сүттен жасалатын тағамдар жатады екен. Ірімшігіміз, құртымыз, барлығы осы сүттен жасалады екен. Енді ұн және дәнді дақылдардан жасалған тағамға бауырсақ, тандыр нан, шелпек жатады екен. Және дәнді дақылға жент, талқан, сөгіміз жатады екен. Балалар, енді осы туралы, қазақ халқының ұлттық тағамдары туралы бейнеролик тамашалайықшы. Айран ұйытылған сүт. Оны қаймағы алынған сүттен де, қаймағы алынбаған сүттен де ұйытуға болады. Айранды сусын ретінде, тағам ретінде де пайдалануға болады. Бауырсақ қызып тұрған майға пісірілетін, шай, қымыз, шұбат ішкенде дастарханға қойылатын ұлттық тағам. Қызыл күрең болып піскен бауырсақ сәнді де, дәмді де болады. Бешбармақ дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді тағам. Қазақ халқы бұл тағамды ерекше қадір тұтады. Бешбармақ ежелден қазақтың ұлттық тағамы болып табылады. Жал-жая жылқының шоқтығы мен ауыз омыртқасының арасында мойын омыртқаны ұстап тұратын желкемен жұмдаса бітетін, терісін сыпырып алғаннан кейін етін тұтастай бөліп сылып алатын тағам. Жент аса кәделі дастархан дәмі. Ол қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын өте дәмді тағам. Жент жасау шеберлікті талап етеді. Ірімшік сиырдың, қойдың, ешкінің үстінен қайнатып әзірленетін сүт тағамы. Ірімшік, ақ ірімшік, қызыл ірімшік деп екіге бөлінеді. Кілегей шикі сүттің бетіне жиналатын маңызды қаймағы. Кілегей сиыр сүтінен алынады. Кілегей шайдың өңін ашып, дәмін келтіретін болғандықтан, оны көбінесе шайға қосады. Қазы жылқы етінің кәделі мүшелерінің бірі. Ол жылқы қабырғалары мен белдемелерінің етегіне жиналатын асы шырайлы майлы ет. Қарта жылқы етінен жасалатын тағам. Жылқы сойғанда ең алдымен қартаны ішіндегісінен босатып, айналдырады да салқын суға жуып тазалайды. Қарта дастарханға қазымен бірге қойылады. Құрт малдың сүтінен дайындалатын, ұзақ уақыт сақтауға арналған тағам. Оның негізгі түрлері күлше, жарма, сықпа және шүйірмек. Құрт малдың сүтінен дайындалатын, ұзақ уақыт сақтауға арналған тағам. Қымыз биенің сүтінен дайындалатын, денсаулыққа шипалы әрі жұғымды сусын. Қымыз қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті. Сорпа қазақ ұғымында малдың, балықтың, құстың қайнатып пісірілген етінің суға шыққан сөлін маңызын айтады. Яғни еттің ең күшті нәрі. Сорпа Шалап көбіне жаз айларында шөл басатын бірден бір пайдалы сусын. Шалап түйе сүтінен ашытылады. Бұл әрі сусын, әрі тағам. Өйткені бие сүтіне қарағанда. Шелпек ұнды сарымай қосып билеп, жұқалап жайып пісірілетін қазақтың ұлттық тағамы. Әдетте отбасындағы адамдардың бірі ажалдан аман қалғанда жеті шелпек тарататын болған. Шұжық жылқы етінен әзірленетін ұлттық тағамдардың бірі. Көбінесе майлы еттен немесе жеке май қосылып жасалады. Дастарханға бешбармақпен бірге қойылады. Балалар, ойын ойнаймыз ба? Ойынның аты артығын тап деп аталады. Бірінші қатардағы сөзге осы сөздердің қайсысы артық екенін табамыз. Жарай ма? Кеттік. Айран, қымыз, құрт, бауырсақ. Бұл сөздердің қайсысы артық деп ойлайсыңдар? Дұрыс, мына тағамдар
сүттен жасалады екен, я? Сондықтан бауырсақ сөзі артық екен. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Келесі қуырдақ, шелпек, бесбармақ, қазы. Қандай деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Шелпек сөзі артық екен, я? Себебі қуырдақ, бесбармақ, қазы еттен жасалатын тағамдар. Келесі шелпек, бауырсақ, ірімшік, тоқаш. Бұл сөздердің қайсысы артық? Дұрыс айтасыңдар. Ірімшік артық. Бұл жерде ұннан жасалатын тағамдардың аты бар екен, я? Келесі ірімшік, қымыз, құрт, әсіп. Қай сөз артық? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әсіп. Себебі мына жерде сүттен жасалатын тағамдардың түрлері бар. Келесі қазы, майсөк, талқан, жент. Қайсысы артық? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл қазы артық екен. Майсөк, талқан, жент дәнді дақылдардан жасалатын тағам түрлері екен. Балалар, біздің қазақ халқында өте ырым тыйымдар өте көп. Енді соларға назар аударайықшы. Нанды тастауға, шашуға болмайды. Дұрыс па, балалар? Дұрыс екен. Таңертеңнен нан ауыз тимей үйден шықпау керек. Үйге ата-анамыз келсе, не қылады? Нан ауыз тимей үйден қонақты шығармайды екен, я? Дастарханды аттауға болмайды. Асты жамандамайды. Ішіп отқан тамағымызды жамандауға бола ма екен? Болмайды. Мына тамағымыз бүгін онша емес екен деген сияқты жамандауға болмайды. Келесі қол жумай асты жемейді. Өздері күнделікті қолды жуып жүресіңдер деп ойлаймын. Келесі дастархан үстінде әдепсіз сөз сөйлемейді, жаман сөз айтпайды. Дастархан үстінде сөйлемей тамағымызды ішуіміз керек. Келесі аузында тамақ тұрғанда сөйлемейді, я? Дұрыс. Түнде тамақ бетін жауып қояды. Келесі үйге келген адамдарға дәм таттырмай шығармайды екен, балалар. Осы ырым тыйымдарды естеріңе сақтап алыңдар. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық тағамдары туралы өттік. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.